Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде Уақыт кезет хабары. Сіздермен бірге мен Мақсат Бейсенаев. Құрметті телекөрермендер, бүгін бізде қонақта мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Айдос Бектеміров қонақта. Армысыз? Бәрекелді, амансыздар. Айдос мырза, студиямызға қош келдіңіз. Өзіңізді жалпы Сарыарқа телеарнасының студиясында көргенімізге қуаныштымыз. Қазақ кино индустриясының дамуына, театр жалпы қазақ мәдениетінің, өнерінің дамуына үлкен үлес қосып жүрген осындай бір өнер иесінің біздің студиямызға келіп ой бөліскелі тұрғанына өте қуаныштымыз. Қош келдіңіз дейміз. Енді алғашқы сұрақ болсын, бүгінгі қазақ кино индустриясын, жалпы қазақ мәдениеті мен өнерін алға сүйрейтін ілкімді істердің басқасында өзіңіз жүрсіз. Шыны керек, бүгінгі қоғамға қажет ата қандай болу керек десе, жас ұрпақтың үлгі алатын атасына айналдыңыз. Кино әлемінде бір биікті бағындырып, қазақ әртістердің арасында Голливудты бағындырған актер ретінде де көпшілікке жақсы таныссыз. Жалпы бүгінгі қазақ кино индустриясының дамуына берер бағаңызды білейік, өнердің алға басуына жайлы айтар пікіріңізді білсек. Бәрекелді, рахмет. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Алланың нұры жаусын деймін. Енді содан бастағанымыз дұрыс шығар. Негізі мен бұл жаңа өзің айтып отырсың, мынау телевидениеге ертеден келуім керек еді, бірақ енді өзі боларыстың басына жақсы келер қасына деп. Содан ертерек болса да, кеш болса да енді қазір енді дегенде жақсылықтың ерте кеш жоқ дейді. Сондықтан енді өте қуаныштымын. Бүгін келіп Арқаның телевидениесінде бір-екі ауыз өзімнің. Қазақ телевизиясы Сарыарқа телеарнасының мерейтойы биыл. Сол мерейтойлық біздің қорымызда толтырып жатқаныңызға қуаныштымыз аға. Бәрекелді, өте қуаныштымын. Ал енді әрине мынау біз енді өнер саласында жүргеннен кейін оның ішінде театрдан кино. Бірақ бүгінгі таңда киноның орны бөлек, ерекше болып тұр. Оның кезінде Ленин айтып кеткен өнердің ішіндегі ең бір керек дүние ол кино деп. Сондықтан да енді әрине киноның көп мүмкіншілігі зор. Осы бүгінгі қазіргі жағдайларды бәрін түсіріп тарихта қалдыру. Бұның ең кереметі сол. Тарихқа керек, ертең ұрпақ, келер ұрпақ көру керек қой. Қандай болған тарихсыз болмайды, еш нәрсе болмайды. Біздің тіліміз жайлы, ұлтымыз жайлы, халқымыздың жеріміз жайлы. Мінекей кинода осындай бір керемет дүниелер түсіріліп қалу керек. Сондықтан да қазір біздің мына кинодағы жалпы өнердегі азаматтардың бәрі осыған атсалысып жатыр. Ұлтымыздың тағдыры, соның өткенін келешек ұрпаққа қалдыру жайында жұмыс істеп жатыр бәрі. Сондықтан енді қазір кино жақсы келе жатыр. Фестивальдер алып жатыр, халықаралық осы фестивальдерде киноларымыз жақсы енді көтеріліп келе жатыр. Енді әрине бірден бір осы керемет неге бола қалмайды деп айтудың өзі де қиын. Жаңа өзің айтқандай Голливудтар неше жыл, неше ғасырдан енді келе жатқан олардың тарихы бар. Сондықтан да олармен енді әрине бірден қатар бола қалу оңай емес. Голливудқа қалай тап болдыңыз? Иә. Голливуд енді ол шынын айтқанда әрбір актердің арманы ғой. Өйткені Голливуд дүниесіне белгілі киностудия, керемет жақсы дүниелерді өмірге әкелген сол Голливуд. Сол Голливудта жаңағы бізде 2014 жылы осы Алматыға келіп, ол кісілер кино түсіруге проба жасады. Марко Поло деген фильм. Ол енді атақты мынау Италияның зерттеушісі, саясаткер, саяхатшы жаңағы соғыс жайында фильм. Соған проба жасап, бір мақала шықты сол жайында. Газетке мен оқығам осы Марко Поло жөнінде. Сіздің пікірлеріңіз. Иә, сонда жаңағы енді оған енді бәріміз жабылып қатыстық жаңағы. Актерлардың бәрі енді арман ғой. Актердің арманы Голливудқа түсу. Соған бәріміз қатыстық. Сонан мен енді оның енді жаңағы өзің оқыдым деп отырсың ғой. Басынан аяғына дейін айтып керегі жоқ. Сол мені шақырып жаңағы пробаға бардым. Барып жаңағы енді әрине оны енді небір жұлдыздар біздің өзіміздің Қазақстанның жұлдыздары түсіп жатыр да жаңағы бәрі енді өтем деген ой жоқ менде шынын айтқанда.
Бірақ енді содан жаңағы пробаға жасап кеткен, содан кейін кино пробаға шақырып, сонымен ақыры мен өтіппін. Мінекей. Бұл енді жазу. Бұл маңдайыңа не жазылса, соны көресің дейді ғой. Сол менің маңдайыма бұйырып тұр екенде, жаңағы кастингтен өтіп, енді жай бұлай емес, кәдімгідей кастинг, көп актер қатысқан рөлге таласып, содан мені бекітіпті. Сөйтіп, мен Голливудтың актері болып шыға келдім, шынын айтқанда. Енді сіздің атақ даңқтарыңызды, жеткен жетістіктеріңізді тізе берсек жетіп артылады. Оның ішінде мемлекеттік сыйлықтың егер деген атаққа иесіз. Бұл енді Құнанбай фильміндегі барақ рөлін сомдағанда берілген, сол образға арнайы берілген сый ғой. Иә, бұл киноға берілген атақ қой, Құнанбай фильміне. Бұл енді жаңа өткенде де айтқан менен, бұл фильмнің өзінің жолы бөлек, орны бөлек. Шын айту керек, бұл тарихи біздің үлкен Құнанбай сияқты өзіміздің тарихты, қазақтың тарихындағы үлкен ұлы адамдарымызды тірілту, соны әкелу, ұрпаққа соны көрсету. Мінекей осы жағынан келгенде Досқан үлкен бір бастама бастады деген келіп тұр. Ол бір жанды түсірген алдында. Осындай біздің ұлы адамдарымыз бар, соларды киноға түсіру керек бәрін. Бізде жетеді киноға түсіретін адамдар. Соның бәрін бастауының бірінде сол жаңа осы Құнанбай. Осында жаңағы енді барақтың рөлі маған бұйырды. Ауыр тиген жоқ па? Оның да тарихын айтқан, мен қалай тиген. Дегенде, әрине, жалпы мынау актердің жұмысында өткен уақыттағы адамдар ғой кісілер. Оны ойнау қиын, өте қиын. Ойнамау керек, ол адам болып өмір сүру керек деп айтқан өткенде. Сондықтан да ол адамды келтіру, халықтың көңіліне шығатындай қылып, халыққа ұнайтындай қылып беру, ол енді актердің жұмысы. Көрдіңіз бе? Сондықтан да жаңағы актер өте ол кісіні білуге тырысу керек. Оның тарихын, ол қандай адам, мінезі қандай, сөзі қандай, ойы қандай, соның бәріне мына біз енді қайта осы Құнанбайды образын әкелуге бірден бір себепші болған, поляктың бір жазушысы осында келіп, сол Құнанбай жайында айтып кеткен екен. Сол арқылы барып біз Құнанбайға шықтық қой. Мінекей, сөйтіп Құнанбайдың фильмі дүниеге келді. Мен мынау фильмде жалпы барақтың рөліне қарап образға көрсек, бір суық қанды сондай тұр ғой. Сізге мынау үнемі күліп, жадырап жүретін мінезіңізге кері әсер тигізбеді ме? Енді ол айтып отырмын ғой. Жалпы адам жаратылысында күле де алады, ренжи де алады, ашулана да алады. Жаратылыстың өз адам жаратқанда сөйтіп жаратқан. Сонысымен де адамның ұлылығы сол ғой. Ал енді актер екі бастан. Ол енді қандай рөл берілді, образ соны жасап шығару керек. Жан-жақтығы әрине халықтың айтын қылып, соның ойынан шығатындай қылып жаңағындай қайталап кеттім мінекей. Сол жағынан келгенде әрине енді мен өзім өмірде де аса жаңағы бір көп күлмеймін, шын айту керек. Бірақ та енді күлетін жерінде күліп, күлмейтін жерінде әсіресе мынау үлкен проблемалар, халықтың, қазақтың проблемаларына келгенде қаяқтан күлесін, күлуге мұршаң жетпейді. Күлетін нәрсе емес, көп нәрсені енді басын шалып болғанда. Бірақ күліп қарсы алуға тура келеді дейсіз ғой. Иә, бірақ енді адам болғаннан кейін әрине күлесін. Біреу өзіңмен жақсы көріп, жақсы амандасып жатса, сен де жақсы көріп амандасасың. Сол сияқты ғой енді өмірі. Бірде біреу ренжіп тұрады, біреу қуанып тұрады. Енді қуанып тұрған адам қуанып келіп, ассалаумағалейкум деп жатса, ол кісіге енді қабағың түймейсің ғой. Уағалейкум ассалам деп. Бұл жайында тіпті мына бір аңыз әңгіме сияқты бар. Мұхаммед пайғамбарды өлтір деген екен бір кісіге. Енді жаулары бар ғой. Соған кісі өлтірем депті, енді алтын береміз, мынау деп. Соны жаңағы кісі Мұхаммед пайғамбар таңертең келе жатса жолында күтіп тұр екен. Сөйтсе жаңағы қолында енді қойнына жаңағы пышағын ұстап бүйтіп тұрған ғой. Сөйтсе кісі келе жатып ассалаумағалейкум деп жаңағы кісіге амандасқан. Өзін өлтірейін деп тұрған. Кісі сасып қалып уағалейкум ассалам деп жаңағы амандасып кеткен. Жарайды, бүгін өлтіремадым, ертең өлтірейін дейді. Ертеңіне келе жатса кісі тағы да тұрғаннан кейін тағы да келіп ассалаумағалейкум. Соны тағы да үшінші ретте кісі барып айтты, жоқ, мен өлтіре алмайды екенмін депті. Көрдіңіз бе? Өзі адамның өзінен нұр төгіліп тұр ғой. Жақсылық тілеп тұр сізге. Сізге жақсылық тілеп тұрған адамды қалай сіз өлтіресіз мінекей. Сол сияқты жақсы амандасқанға жақсы амандасасың. Ренжісе оған да басқаша өзінің мінекей. Енді өзіңізді көбісі
алматылық актер деп қабылдайды. Сіз Қарағандыдан қашан кетіп қалдыңыз? Оның тарихы көп енді. Мен өнерде жүргенім 55 жыл болды. Мен 17 жасымда кеткем. 10-ды бітіргеннен кейін сол Алматыға өнер қуып, сол енді әрине ұзақ жол, шынын айтқан кезде Алматыда оқыдым, одан Москваға кеттім, содан қайтып келдім. Жаңағы енді сол бұл өнердің, мен 55 жыл өмірім осы өнерде келе жатыр. Тәуба. Шет ауданыңыз ғой? Иә, мынау шет, мына өзіміздің, мен мақтанам. Шеттің, енді мынау Қарқаралы, Жаңарқа, бәрінің енді адамдары біледі ғой. Шетті көбісі біле бермейді. Мына Әбікен Қасенов шеттен шыққан. Атақты күйші. Қоңыр деген күйі бар. Мен ол кісіні бір күйі, Қоңыр деген сол. Ал мынау поляктарда Полонез Агинский деген бар. Сол бірақ полонез жазған, сонымен дүниежүзіне танылды. Соғысып Әбікеннің мына Қоңыр деген күйі дүниежүзіне танылатын күй деп айтқым келеді. Онан кейін сол жаңа біздің Жанияу Бакировамыз да бар, пианист, шеттен шыққан, пианинода ойнайтын керемет қызымыз, халықаралық жүлделерді алған. Міне көрдіңіз бе, бір шеттің өзінде кішкентай содан шығып атқан. Әр жағында Софыс Матаев ағамыз тұр. Мына жағында тағы да жетеді бізде. Соны енді мен мақтанам шеттен шыққаныма, шет ауданынан. Енді өзіңіз тарихи деректі фильмдерден бөлек шытырман оқиғалы, тіпті отбасылық фильмдерге де түсіп жатасыз. Үнемі телеарнадан, сериалдардан көріп жатамыз. Бір жас ұрпаққа ата ретінде айтар ақылыңызды да біліп қалсақ. Мен енді негізі мына радиода енді көп адамдар көрген шығар, естіген шығар деп ойлаймын. Айдос Атаның ертегілер деген. Менде оғанда кастинг болып, бізде енді актерлар баршылық қой, Құдайға шүкір. Соның ішіне сол мені бекітіп, мен сол ертегілерді оқыдым бір кездерде. Айдос Атаның ертегілері деп. Тәуба, солай енді жаңағы аталарды ойнағанда әрине біздің қазақтың керемет ұлы аталарымыз, бабаларымыз болған ғой. Керемет шешен, өте ақылды, көреген, алыстан болжайтын, анау Бұқар жыраулар, Қаздауысты Қазыбек, ойбой, анау Төле би, Әйтеке, мен осылардың бар біздің ұлы қазақтың ұлы өнеге тұтатын алыптары. Сондайларды мен ойнаған кезде жаңағы аталардың бір рөлі келсе, солардың бір кішкене несін келтіре алсам шіркін-ай деймін да, көріп отырған адам, мынау біздің қазақтың бір жақсы әдемі ақсақал екен, үлкен атасы екен деген бір ойға қалдырсам деймін. Сол менің мақсатым. Солай болуға тырысады, кейін ұрпақ көреді ғой. Біздің көрдіңіз бе, аталарымыз қандай әдемі, қандай ақылды болған деп мінекей. Сөйтіп жаңағы аталардың да образына бардым, шын айтқанда. Айдос аға, енді бізде уақыт шектеулі, енді сұхбат аяқталуға 1-2 минут уақыт қалған екен. Жалпы арқа жұртын, қарағандылықтарды, тіпті барша қазақстандықтарды Наурыз мерекесімен құттықтап, ақжарма тілегіңізді білдірсеңіз. Иә, енді мынау өзі жаңа айтып кеттім ғой, боларыстың басына жақсы келер қасына деп. Енді жақсылар мынау Наурызға келіп атқаннан кейін, Наурызбен бірге менің де жолымның түсіп атқаны, сол жақсы келіп жатқан жақсылардың ішінде мен де бар шығармын деп ойлаймын. Дегенде барлықтарыңызға мынау Наурыз мейраммен құттықтағым келеді, барлықтарыңызды. Шында бұл жылына бір рет келетін мейрам ғой. Және бұның орны ерекше. Мен ойлаймын, біздің халық бекер бұны мына шығыс халықтары бекер тойламайды. Өйткені күн мен түн теңелген. Жаз бен қыстың осы бір әдемі табиғаттың оянған кезі. Бәрінде теңдік бар. Осы маған ұнайды. Біздегі енді басқа ұлттар жаңа жыл деп басқа уақытта өтеп атады ғой. Бірақ бұл ең тарихтан, ғылыми жағынан келгенде де барлық жағынан осы біздің Наурызымыз үлкен мереке деген келді. Сол мерекемен құттықтаймын барлықтарыңызды. Аман саулықта, осылай қуанышта, еліміз аман, жұртымыз тынышта, жылдан жылға, Наурыздан Наурызға жете берейік. Тілегіңізге көптен көп алғыс білдіреміз. Енді осымен сұхбат аяқталып отыр. Енді студиямызда
өзіңізбен танымдық, тағылымдық сипатқа ие бір сұхбат өтті деген ойдамыз. Тек қана өзіңізге амандық, деніңізге саулық, табыс тілейміз. Аман болыңыз аға. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен сұхбат аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.